Ана тілінің 14-ші сабағына қош келдіңіздер. Жуан және жіңішке айтылатын сөздер каналға тіркеліп қойыңыздар, жаңа сабақтар шығып отырады. Оқулықпен жұмыс 14-ші сабақ. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Ақша қардың әлегі. Балалар, бүгін біз үлкен тәртіпсіздік жасадық, деді ағай. Қармен атқыласып, терезені сындырып қойдық. Басты айыпкер Сұлтан. Ол күнәсін мойындаудың орнына қашып кетті. Біздің талқымыздан қорықты. Осы кезде сыныптың есігі ашылды. Қарасақ Сұлтан екен. Қолтығында үлкен әйнегі бар. Мен қашып кеткенім жоқ. Үйден әйнек пен алмас алып келдім, деді. Біз Сұлтанға риза болдық. Каналға тіркеліңіздер. Авторы Бердібек Соқпақбаев. Мәтін неше бөліктен тұрады, балалар? Әр бөлікте ат қояйық. Мәтін 4 бөліктен тұрады. Әр бөлікте не туралы айтылған? Бірінші тақырып қояйық. Балалардың тәртіпсіздігі. Екінші, айыпкер Сұлтанның қашып кетуі. Оның алдамай қайтып келгендігі. Оған барлығының риза болуы. Мысалы, тақырып қойғанда балалардың тәртіпсіздігі болады. Және екіншіде айыпкер Сұлтанның қашуы. Үшінші, оның қайта келгендігі. Төртінші, бәрінің риза болуы. Мәтінді жалғастырып әңгімеле. Мәтін бойынша өз ойыңды айтып бер. Мысалы, балалар былай аяқтауға болады. Сұлтан мен сыныптастары терезені жөндеді. Болған қателіктің орнын түзеткен соң, олар бұзақылық жасамауға сөз байласты. Ал мәтіндегі балалардың жасаған тәрбиелік мәні бар тірлігін атап өтіңдер, балалар. Ендеше, сөздегі дауысты дыбыстар жіңішке болса, сөз жіңішке айтылады. Мысалы, үй, көгершін, өнер. Балалар, осы ережені міндетті түрде естеріңде сақтаңдар. Бізде дауысты және дауыссыз дыбыстар бар. Дауысты дыбыстар екіге бөлінеді: жуан және жіңішке. Бізде жіңішке дыбыстар қосылған сөздер жіңішке айтылады, жіңішке болып есептеледі. Мысалы, үй дегенде үй, көгершін дегенде ө, е әріптері, өнер дегенде ө, е әріптері жіңішке. Ал енді тағы менің нұсқамды қараңдар. Бұлар қандай дыбыстар болып айтылады? Мен жаңа ғана сендерге айтып кеттім. Үлкен, есік, әйнек. Сөздегі дауысты дыбыстар жіңішке болса, балалар, сөз жіңішке айтылады. Дұрыс айтасыңдар. Сұлтан қандай дауысты дыбысқа жатады? Айырмашылығын атап көріңдерші. Сұлтан бұл дауысты дыбыс мына жерде айтылатын болса, мысалы, Сұлтан деген ол дауысты дыбыстары жуан. Сондықтан бұл дауыс жуан айтылатын сөздер тобына жатады. Сөздерді көшіріп жаз. Әйнек, кінә, тәртіпсіздік, бүгін. Сөздердің жіңішке айтылу себебін түсіндір. Әйнек, кінә, тәртіпсіздік, бүгін. Бұл жерде, балалар, ә, е, және сөздері қандай сөздер тобына, дыбыстар тобына жатады? Жарайсыңдар. Дауысты, жіңішке дыбыстар тобына жатады. Сондықтан бұлар жіңішке айтылатын сөздер тобына келтірілген. Бос тор көздерге керекті әріпті қойып оқы. Осы сөздердің ішінен өзің қалаған бір сөзден сөйлем құрап жаз. Мысалы, күн, түн. Үшіншіге мен қоймаймын, себебі міндетті түрде өздерің қоясыңдар, балалар. Шана, дана. Соңғысына өзіміз қоямыз. Және шөл, төз. Соңғысына өздерің қоясыңдар, балалар. Осыған байланысты өздерің сөз құраңдар. Мысалы, бүгін күн сондай керемет. Назарларыңа рахмет. Келесі кездескенше